Седат Музоны іздеп жұмысқа келеді. Музо, сен білетін шығарсың, Нарянның біреуі бар сияқты. Неге олай дедің, не боп қалды? Ол ауруханаға келгенде де, жаңа сөйлесуге барған кезде де, оған біреулер тоқтамай хабарласты. Музо білмегенсіп, ол оның досы шығар, қайдан білесің? Жоқ, мен сенімдімін, ол оның досы емес, мен бұны қалай да болсын анықтаймын дейді. Рафет ауруханада, мүмкін біз бұны Гүлжиханға айтармыз. Бірақ Жавид оған қарсы шығып, егер бұл ауруды білсе, ол одан әрі нашарлайды. Оның соңғы уақытында біз оны бақытты етуіміз керек. Егер ол білетін болса, соңғы уақытын тек қайғырумен өткізеді дейді. Гүлжиханды үйге палатадан шығарады. Гүлжиханның қуанышында шек болмай, Мұстафа, саған көп рахмет, бірақ мен енді екінші мәрте бұл жерге келгім келмейді. Аурухана мені шаршатты. Уайымдама Гүлжихан, үйімізге барайық дейді. Налян жөндеу берген мекенжайға сурет салу студиясына келеді. Сіз Налян ханымсыз ба? Күте тұрыңыз. Суретші қыз Налянның әкесіне келіп, сіздің қызыңыз келді. Шынымен де келді ме? Налян қызым келді ме? Бетен жөтеліп, өз-өзіне әрең келіп, төменге түседі. Налян оны бірден көріп, бірден таниды. Суретші қыз Налянға, танысып қойыңыз, бұл Мехмет мырза. Мехмет мырза әйгілі суретші. Налян, солай ма? Мен білмеппін. Біз ыңғайсыз жағдайда кездескен едік. Мен сурет салуға келдім, бірақ мен еш нәрсе білмеймін. Қалай болатынын, қалай шығатынын әлі білмеймін. Еш нәрсе етпейді, біз саған үйретеміз. Ендеше сурет салуды бастайық. Гүлжихан ақыры үйіне келіп, өз үйіме еш нәрсе жетпейді екен, өз үйім өлең төсегім. Айтпақшы, жөндеу қайда? Жөндеу бір кездесуге кетті. Қызым, сендер балаларыңа бөлме әзірледіңдер ме? Жоқ, біз бөлме қарастырмадық. Біз бірінші рет немерелі болғалы жатырмыз. Біз олардың дүниеге келуіне қалайша дайындалмаймыз. Дұрыс па, Рафет? Беллюр те Гүлжиханның жағдайын сұрап келеді. Гүлжихан, кел сұлу қызым. Седат Беллюрден бірден, Налян қайда дейді. Налян Гүлжихан ханымның ауруханадан шыққанын жөнінде білмейді. Бұйырса келеді. Хайри кафесінде шаурмаға дайындап жатады. Досы келіп, бұдан әрі не істемекшің? Хайри, мен Налянға үйленгенше бұл құрғыр жұмысты істей тұрамын. Сосын мен Хайри мырзаға айналамын. Уайымдама, сенің де жағдайыңды жасаймын. Сен шынымен де бұл жұмысты істейсің ба? Әрине, мен өмір бойы осы жерде жасайды деп ойлайсың ба? Налянға үйленгенше мен оның өмірін ертегіге айналдырамын. Менің де өз жоспарларым бар. Сонда Налян саған үйленуге келісті ме? Жоқ, әлі келіспеді, бірақ ол мені қатты жақсы көреді. Ол мен үшін бәріне дайын. Ол енді тек мендік болады, осыдан көресің дейді. Қыздары Хайридің бөлмесіне кіріп, әкем тағы да келмепті, бүгін ол бізді тастап кетті. Әкелерің тастаған жоқ, ол бүгін келеді, кәне жиналыңдар қыздар дейді. Селен, сендер балаларыңа есім таптыңдар ма? Анашым, есімді сіз қойсаңыз дұрыс болар еді. Гүлжихан қуанып кетеді. Беллюр мен кетейін деп жатқан кезде Музафир оны тоқтатып, менің бөлмеме жүрші, жұмыс жөнінде сөйлесетін әңгіме бар. Осыдан қарап тұрыңдар, екеуінің арасында бір нәрсе бар. Әйтпесе Седат атын құрсын. Беллюр мен Музо әдеттегідей Хайри мен Налян жөнінде әңгімелеседі. Налянның Хайриге қалай ғашық болғанын білмеймін. Тіпті ақылым жетпейді. Налян оны сүйеді, ал ол болса соны пайдаланып жүр. Седат есіктің сыртынан тың-тыңдап барлығын естіп тұрады. Беллюр болса, ол оны пайдаланып, өз дегенін іске асырғаннан кейін Налянды тастап кетеді. Музо, бұл оның жоспары, құйтырқы жоспары. Беллюр мен Хайри махаббат жөнінде әңгімелесіп жатқан кезде, Беллюр сезімге беріліп, Музоға сезімін айтып қояды. Бірақ Музо еш нәрсе демейді. Беллюр кете салысымен Седат оның бөлмесіне ашуланып кіріп келеді. Мен сендердің сөздеріңді естідім. Налянның басын қатырып жүрген қай жексұрын? Налян әкесімен бірге сурет салып отырады. Әкесі Налянға, саған сурет салу ұнады ма? Иә, маған ұнады. Бірінші салғанға осы да жақсы сияқты. Сәл де болса жан дүнием тыныштық табатын сияқты. Сен тура әкең сияқты суретті жақсы салатын сияқтысың. Налян ашуланып, ол жөнінде әңгімелеспесек қалай қарайсыз? Осы кезде жағаласып қағыр Хайри Налянға хабарласып оның миын ашытады. Сен қайдасың? Мен сурет салып жатырмын. Хайри, біз кешке не деп келістік? Бүгін сені кешке Босфордағы тамақтанатын жерге апарамын. Налян, жарайды, ендеше кешкі 8-де кездесеміз дейді. Налян кеткен соң Метен өзін жайсыз сезінеді. Бұл қашанға дейін жалғаспақ деп өз-өзіне сұрақ қояды. Налян Беллюрді іздеп үйіне келеді. Беллюр, құрбым, сен маған керексің. Мен сенсіз жалғызбын. Беллюр де оны сағынып, екеуі бір-бірін құшақтасып татуласады.
Түркан Наленнің үйіне келіп есігін бірнеше рет қағады, бірақ ешкім ашпаған соң көршісі көріп қалып, олар бүгін кетіп қалды таңертең. Биллур, мені өтінем кешірші. Жарайды Налян, енді мен саған ешнәрсе айта алмаймын. Не істесең де өзің білесің, тек бақытты болғаныңды қалаймын. Бірақ Налян, мен бүгін бір нәрсе білдірдім. Мен ғашық болып қалған сияқтымын. Налян, мәссаған, рас па? Кімге? Музоға ғашық болып қалған сияқтымын. Біздің Музоға ма? Бұл керемет жаңалық қой. Мен оған сезімімді бүгін білдірдім. Бірақ Музо ешнәрсе деп жауап бермеді. Уайымдама, ол сені де жақсы көреді. Ол өзі сондай құпия адам. Түркан қыздарымен Налянның есік алдында отырып күтіп отырады. Налян ақыры келіп, сендер мен ұзақ күттіңдер ме, маған хабарласпадыңдар ма? Хайри кафесіндегі досына келіп, мен бүгін сұрандым, Налянмен кездесуге барамын. Досым, сен бұлай сұрана берсең, сені жұмыстан шығарып жібермесін. Шығарса шығарсын, мен де зәру болып тұрған жоқпын. Бүгін Хайри мырзаның күні. Маған көлігіңнің кілтін бер деп ай-шай жоқ кілтін алып қояды. Тағы да маған ақша керек деп оның ақшасын тартып алады. Уайымдама, көтеріліп кеткен кезде бұл жақсылығыңды еселеп қайтарамын дейді. Налян мен Түркан кофе ішіп отырып, Хайри әлі қыздарына келмеді. Қыздар оны күнде сұрайды, әкем қайда, ол неге келмей жатыр? Налян, өтінемін, мен үшін, қыздарым үшін Хайриге мүмкіндік берші. Хайри сені шын жақсы көреді. Осы уақытқа дейін Хайри маған олай қараған емес. Шын айтам, тағы да ойланшы. Налян да Хайри деп өліп бара жатқан еді, өтірік мүләйімсіп, жарайды, келісемін дейді. Налян, рас айтып тұрсың ба? Көп рахмет. Қыздары да әкем келетін болды, сізге көп рахмет деп құшақтайды. Гүлжихан мен Рафет те Босфор жағалауындағы кафеге келеді. Бұл біздің сүйікті ресторанымыз ғой, осы жерге келуді қанша аңсадым. Рафет, менің тілегімді орындайсың ба? Я, әрине орындаймын, айта бер. Түнде бір жігітке ғашық болып жүр. Ол жігіт те жақсы адам. Екеуі қосылса деймін. Және Музо мен Биллурдың де қосылғанын қалаймын. Олардың арасында тартылыс бар. Жавид жалғыз өзі қатты қайғырып ішіп кетеді. Налян мен Хайри түк болмағандай жағалауға келіп тамақтанады. Хайри, сен бір нәрсе істеуің керек. Неге қиюды айтасың ба? Ертең таңертең барып ақ бұл мәселені шешемін. Жоқ, ол жөнінде емес. Хайри, сен маған уәде бергенсің. Дәл қазір қыздарыңның қасына барасың деп көндіреді. Түндеу шыдай алмай жылап қалады. Түндеу, сабыр ет. Гүлжихан ханым бұны көрсе не деп ойлайды? Музо, Седат қайда деп іздейді. Ал Седат болса Налянның үйінің алдында тұрады. Налянға хабарласып, сен қайдасың? Налян, Гүлжихан ханымға бір нәрсе болды ма? Сен қайдасың деп жатырмын. Алдымен менің сұрағыма жауап бер. Седат, мен қатты шаршап тұрмын деп тұтқаны қояды. Түркан жылап қалған кезде қыздары жанына келіп, апа жыламаңызшы, біз енді сізге артық сұрақ қоймаймыз деп жатқан кезде Хайри кіріп келеді. Қыздары қатты қуанып кетеді. Хайри қыздарымен суретке түсіп, суретті Налянға жібереді.